Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ қайталау сабағы. Не өткенімізді қайталап сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып, 13-ші сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші мәтінді оқы. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Бұнда қарамен жазылған сөздер түркі сөзі, қазіргідей, қазіргі, бұрынғы, тік деген сөздер. Екінші, сұрақтарға жауап бер. Мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Бұнда Шарын өзені туралы айтылған. Екінші, ол қайда орналасқан? Атырауда, Алматы облысында, Қызылордада. Ол Алматы облысында орналасқан. Қарамен жазылған сөздердің ішінен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі барларын тауып кестеге орналастыр. Жазылуы, айтылуы. Мысалы, түркі, түркі деген сияқты. Келесі жазылуы сөзі, айтылуы сөзі, дыбысы дыбысын айналып тұр. Жазылуы қазіргідей, айтылуы қазіргідей, дыбыстары дыбысын айналып тұр. Қазіргі, қазіргі, дыбысы дыбыстарын айналып тұр. Бұрынғы деген сөзде дыбысы дыбысын айналып тұр. Бұрынғы. Тік деген сөзінде к дыбысы г дыбысын айналып тұр. Келесі екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып көшіріп жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. Бұнда тиісті қосымшасы бар сөздерді жалғап мен қызыл түспен жазып қойдым. Үшінші жаттығу. Қазақстан туралы кітаптар мен энциклопедиялардың көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақтар. Қазақстан халқының саны қанша? Қазақстан халқының саны 18 миллион. Қазақстанда неше облыс бар? 14 облыс бар. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүниежүзінде нешінші орын алады? 9-шы орын алады. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? 130 ұлт өкілі тұрады, астам. Төртінші жаттығу. Өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле. Әр сұраққа жауап жаз. Саяхатқа қай жерге барасың? Алматыға. Неліктен сол жерді таңдадың? Алакөл өзені бар. Ол жерге қай кезде барған қолайлы? Ол кезге жазда барған қолайлы. Саяхат несімен есте қалады? Көңілді күндерімен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, олай болса мен сіздердің комментарийларыңызды күтемін.